Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта көптен күткен автоевтер ең көп күтетін скидка уақыты басталуына тек бір ғана күн қалды. Бұл күнді Pinduoduo эксперттері міндетті түрде жібермейді. Сіз алдыңғы 11 скидканы жіберіп алсаңыз қамықпаңыз, дәл сондай скидканың басталуына тек бір күн ғана қалды. Айтып тұрғандай, 12-12 деген скидка декабрь айының 12-сі күні болатын скидка күні. Мен сіздерге осы Pinduoduo сайтының көптеген әрі талай ақпараттармен бөлісетін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл 12-12 күнгі скидканы осы Pinduoduo сайтының жаңа бастаушылары түсінбейтін болады. Қазір мен сіздерге осы 12-12 күнгі скидканы толық түсіндіретін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қарап тұрсаңыздар, мына главная страницада төмендегі үшінші значок 12-12 саны. Енді осының үстін басам. Маған басқан кезде осындай страница ашылды. Енді мен сіздерге түсіндірейін. Мына жерде бірінші 10 және де астына 100 деген сан тұр. Яғни мен 100 юанға товар алатын болсам, 10 юан скидка болды. Қасындағылары да дәл солай кете береді. 200 юанға сатсаңыз, 40 юан скидка болады. Дәл солай кіріп скидканы алсаңыздар болады. Мәселен, мысал ретінде мына 100 юан алатын болсам, 10 юандық скидканы көрейін. Ол үшін қызыл стрелканы басам. Енді мына жерден товарлар таңдап, корзина бөліміне салам. Менің көптен бері ұнатып жүрген товарларымды мен корзина бөліміне сақтаймын. Енді мына жерде корзина бөліміне сақталған товарлар шығып тұр. Енді мына жерде мына джинсы шалбарды алайын. Соның астындағы корзинаны басам. Мына жерден бірден 2 шалбар алайын, өйткені маған осы шалбарлар ұнап тұр. Түсін және астынан размерін таңдаймын. Плюс батырмасын басам. Мен негізі алдында осы 2 шалбар таңдаған болатын, сол автоматты түрде шығып тұр. Қасына рубашканы алайын. L размерін таңдаймын. Мына жерде көк цветін аламын. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде мен сізге жаңа айттым, 4 зат алатын болсам, 100 юаннан асатын болсам, маған 10 юан скидка және де тағы да 3 юан скидка болып тұр. Сондағы осы 4 заттың бағасы 130-58 юан болса, маған скидкамен 13-58 юан скидка жасап тұр. Сондағы бағасы 117-05 юан екен. Тағы да түсіндіріп кетейін. Ол үшін қайтадан мына стрелканы басып, мына галочканы көрсеткім келіп тұр. Сіздер, если осы 3 галочканы толтыратын болсаңыздар, сіздерге 5 юандық купон береді. Ол 5 юандық купон сіздердің личный кабинетте карточка бөлімінде тұрады. Мен сіздерге алдыңғы сабақта түсіндіргем, ол купондарды қалай пайдалану керектігі жайлы. Енді қазір айтайын, көптеген оптовиктер және де интернет-магазині барлар осы скидканы міндетті түрде жіберіп алмайды, қолданады. Енді мен қайтадан главная страницаға өтетін болсам, осы жерде менің көбінесе Pinduoduo сайтынан көрген товарларым, сол товарларға ұқсас товарлар шығып тұрады. Және корзина бөлімінен сатылған товарларды. Мен сіздерге тағы да осы Pinduoduo сайттың бір скидкасын көрсетейін. Мысал ретінде бір зат алайын. Мына кушонды алайын. Осы кушонды алған кезде астындағы мына қызыл батырмалармен тұрған сандар тұр. Осының біреуін басам. Маған басқан кезде осында 2-3 юан болып тұр. Яғни мен 40 юанға товар алатын болсам, 2 юан скидка болады. Немесе 50 юанға зат алатын болсам, 3 юан скидка болады. Енді мынау 40 юандық 2 купон берілетін скидканы басам. Басқан кезде мына жерде плюс батырмасын басам. Таңдаймын мына жерден. Жанында тағы да біреуін алайын. Үстіп таңдап,
бір екі үш товарды алып алайын. Қарап тұрсаңыздар, жаңағы айтқан 50 юанға товарым жетті. Маған осы жерде 3 юан скидка жасап тұр. Егер де сіздер скидканы түсінбеген жағдайда немесе басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Назарларыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге әлі талай оспен доданың фишкаларын, детальдарын пачақ-пачағын шығарып тұрып түсіндіретін боламын. Сау болыңыздар.